Мен видеомды бастамай тұрып, мына каналға тіркеліңіздер. Бұл каналда қызықты ойындар және Майнкрафт жайлы модтар, конкурстар, летспейді қалай түсірмеу керек жайлы кеңестер, сұрақ жауап, Clash of Clans'та баг көрсетеді. Сілтемесі төменде. We are the farmers. Бұл ойынды мен 10 рет ойнаймын. Бұл ойын қызықты ойын. Өстіп сызасың. Бұны сызған сайын ең шеттегі мұзды азаяды. Қазір сары oldu. Бұл ойын қызықты. Іш пысқанда ойнайсың. Әр Wi-Fi'сіз. 142. Бүгін мен жаңа жылдық выживаниенің екіншісін түсіремін. Және ертең бізде де 7-ші күні қыдырамыз. Жаңаөзенде емес, бірақ Ақтауда. Өстіп бәрін ұтсаң, миссияларды орындасаң, басқасын жазып ал дейді. Ол да бірақ күшті. Менде 11'ін орындадым тек. Міне. Осы жаққа дейін жеткізсем болды. Өзім өстіп бастаймын. Дельфинді алсаң, көп скоростыңды көбейтеді. Өте қызықты ойын. Сосын тағы да Respawn деген ойын бар. Ол констрик сияқты. Бірақ одан онда да боттармен де сервермен де ойнасаң болады.
уровень көйтесің. Оның максимальный уровень 50. Осында ойын. Миссиялар орындайсың. Миссияларды орындасың. Мылтық береді. Золото береді. Мен осы 50-ші уровеньге дейін жинағанда кристалды көбейттім. Ақшаны да жинадым. Міне осы мылтық сыйға береді. Отсам да. Келесі ойын ана қалада шеттегі следующая игра деген ең астында тұр. 48-7 секунд күтеміз. Міне келесі ойын болайын жатыр. Всех против всех режимді болмады. Маматық өте мықты. Қайттан дұрымыз. Мүмкін. Wi-Fi жоқ десе, боттармен ойнасаң болады. Adam неге өлмей атқанын білмеймін. Ойыннан шығып кетті. Осы ойын біткенше ойнаймыз тек. Манаға кісі Тимер деген адам бізді өлтірген адам миссияны орындатып тастаған. Девилдің жылдамдығы көп. Мамин Нижникова болсын.
невелик olsam болады былай. Ешкім байқамайды. Одан түрлі мылтықтар бар. Міне. Түрлі мылтықтар бар, мықты. Мен бірақ оның ішіндегі мынаны таңдадым. Мына мылтық та мықты. Бірақ оның точності болмайды. Біз 4-ші орынға түстік, видеоның үстінде тұр. Ойын бітті. Мен ең үстінде тұрмын. Бәріңе сау бол.